Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жасымық сорпасын жасайтын боламыз. Чечевица. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, еттің сүйегімізді саламыз. Сіздер ет қоспасаңыздар да болады, қоссаңыздар да болады. Әркім өз қалауымен. Мен етімді жақсылап қызартып қуырып, сосын бір пиязымызды салып, пиязымызды жақсылап қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Сосын тұзымызды саламыз. Пиязымыз бәрі қызарып, әдемі болып қуырылып болған соң, бір сәбізімізді өткізгіштен өткізіп, оны да салып араластырамыз. Сәбізіміз қанша көп болса, сонша дәмі ерекше тәтті болады. Сәбізіміздің соғы шыққанша қуырыңыздар, сонда сорпамыздың түсі ерекше болады. Міне, әркім өз қалауымен үйдегі адамдардың санына байланысты өздеріңіз су құйып істесеңіздер болады. Бізде 7-8 адам болған соң, мен 2 литрден сәл көптеу қылып су құйдым. Міне, әдемі болып қайнап шығады. Өйстіп қайнап шыққан кезде мен бір картопта 4 бұрыштетіп картопымызды сап жердім. Сосын мына жасымығымызды жуып, 2-3 қайтара жуып аламыз. Жасымығымызды салып, қозғап тұрасыздар, арасында тез-тез қозғап тұрыңыздар. Сонда чечевицамыз аралары ботқа болып қалмайды. Қазанға жабысып қалмау үшін араластырып тұрыңыздар. Сосын мына етіміз әдемі болып піскен соң, етімізді аламыз, сүзіп, блендермен мен бір блендерлеп жердім. Сосын бағанағы етімізді, сүзіп алған етімізді жақсылап сүйегінен ажыратып, кесіп майдалап турап, оны да салып жеріп, блендерледім етімізді де. Міне қайнап тұрады, қайнап тұрған кезде етімізді салып, блендерлеп жердім. Міне көрінісі де өте ерекше, витаминдерге өте бай суптардың бірі болып шықты. Міне, өйстіп ұсынсаңыздар болады. Мен үйдегі барбулка нанымда сухарий қылып, өйстіп бетіне укроп сеуіп жеріп ұсынсаңыздар өте керемет болады.